Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бақбақ гүлі көктемнің алғашқы тұңғыш гүлі. Ол еліміздің барлық өңірінде өседі. Оны ел ішінде сарғалдақ деп те атайды. Біз бүгін сіздерге бақбақ гүлінің адам денсаулығына пайдасы туралы айтқымыз келіп отыр. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Бақбақ гүлі диабет кезінде өте пайдалы. Бақбақтың уақтап туралған тамырын бір стаканға салып, шай секілді қайнатып ішіңіз. Күніне осылай 3-4 рет ішіп отырсаңыз, диабеттің алдын аласыз. Онкологиялық аурулар кезінде де пайдалы. Бақбақтың 100 грамм жас жапырағын тұзды суға малып, оған 50 грамм ұсақтап туралған жуа мен 25 грамм ақжелкен қосып, өсімдік майымен араластырып ішіңіз. Сонда сіз түрлі онкологиялық аурудан аман қаласыз. Әлсіреп қалған кезде де пайдасы өте мол. Бүйректің қамыну кезінде бақбақтың тамырын үкіштен үгіп, күніне 2 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Жүрек аурулары кезінде бақбақ гүлінің тамырын құрғақ күйінде жеп, артынан су ішіңіз. Осылай күніне 2-3 рет қайталап тұрсаңыз, жүрек ауруларынан құтыласыз. Арықтағыңыз келсе, 2 ас қасық немесе 1 ас қасық бақбақ жапырағын суға салып қайнатып, 6-8 сағат аралығында термоста сақтаңыз. Кейін кішкентай жұтыммен ішіңіз. Теріңізді ағарту үшін бақбақ гүлін жарты литр суға жарты сағат қайнатып, бетіңізді таңертең және кешке сүртсеңіз болады. Бүгінгі таңда өсімдіктен шығатын сүттен түрлі исмайлар жасалады. Олар сүйел, мүйізгек, секпіл, жылан шаққанда көмектеседі. Табиғаттағы әрбір өсімдік адам денсаулығына пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ал ерте көктемде гүлдеп, табиғатқа ерекше әсемдік беретін сары гүлдің адам денсаулығына тигізер пайдасы жайлы білесіз бе? Бақбақ гүлін ежелгі Рим мен Египет, тіпті Авиценна өзі дәрілік мақсатта қолданған. Гүлдің әр бөлігінің өзіндік ерекше пайдасы бар. Тамыры көздің көру қабілетін арттырса, жапырағы тері мен буын ауруларына ем, ал гүлін ағзаны әлдендіру мақсатында пайдаланады. Бақбақ гүлінің адам денсаулығына тигізер пайдасы: иммундық жүйені нығайтады. Гүлдің құрамындағы дәрумен минералдар инфекцияға қарсы қорған түзейді. Адамды суық тиюден сақтап қана қоймай, сонымен бірге ауру кезінде адамның жағдайын жақсартады. Көру қабілеттігін арттырады. Егер сіз гүлдің құрамын жайлы жақсы танысып шыққан болсаңыз, онда бета-кератиннің көп мөлшерін біле аласыз. Бұл адамның көру қабілетін жақсартуға ықпал етеді. Әсіресе гүлді зейнетке шыққан қарт кісілер көптеп тұтыну қажет. Өйткені адам ағзасындағы катарактілер, глаукома мен көз ауруларының артуына жол бермейді. Айтпақшы, бета-кератин шаш, тері және тырнаққа жақсы әсер етеді. Қант құрамындағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар бақбақ гүлін тұрақты тұтынуы қажет. Өйткені ол қант құрамындағы қант мөлшерін тиімді азайтады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Бақбақ гүлін жеген кезде талшықтың болуына байланысты метаболизм жақсарып, ағзадағы токсиндердің уақытылы жойылуына ықпал етеді. Сондай-ақ бұл өсімдік ас қорыту жүйесінің бірқатар ауруларын емдеуге қабілетті. Іш қатуда көмектеседі. Бақбақ гүлі ащы болғандықтан паразиттермен жақсы күреседі. Буын ауруларын алдын алады. Қылықтық және медицина буын аурулары кезінде адамдарға бақбақ гүлін тұтынуды ұсынады. Гүлдің хондропротектор ретінде ағзаға әсер ететіні белгілі. Бұл дегеніміз шеміршектің қалпына келуін реттейді. Әрі буын ауруы мазалаған жандарға да жақсы көмектеседі. Жүрек тамыр жүйесін жақсартады. Гүлдің маңызды қасиеттерінің бірі жүрек пен тамырларды нығайтады. Қан тамырларының құрамындағы артық холестерин мен токсиндерді тазартып, тромбоздың және жедел жүрек жеткіліксіздігінің дамуын болдырмайды. Бақбақ гүлдері гипертониялық науқастар үшін де ұсынылады, өйткені олар қысымды төмендетуге көмектеседі. Жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Гүл құрамындағы ағзаны қуаттандыратын тониктер бар, бірақ жүйке жүйесін қоздырмайды. Керісінше, жүйке жүйені тынышталдырады. Сонымен қатар бұл ұйқыны қалыпқа келтіруге көмектеседі. Бақбақ гүлі мидың белсенділігін ынталандырады, арттырады, концентрацияны жақсартады және ұзақ уақыт қолданумен жадты күшейтеді. Бақбақ гүлін жерден жұлып алып жей алмайтынымыз анық. Сондықтан гүлмен салат пен тамақ жасауға да болады. Бақбақ гүлінде Менделеев кестесіндегі натрий, кальций, калий, марганец, темір, алюминий, магний, мыс сынды ең пайдалы элементтер қоры бар. Оған қоса А, С, Ф және В дәрумендері де кездеседі. Бақбақ тамырында табиғи крахмал мен қант алмастырғыш бар. Ауруды басатын, өт айдайтын, несеп айдайтын, терлететін, қабынуға қарсы және сергітетін әсері
Бақбақты ерте замандардан өмір эликсирі деп те атаған. Бақбақ ағзадан уытты заттарды шығарып, жүрек қантамыр жүйесінің қызметін жақсартады. Бақбақ қант диабеті мен қатерлі ісіктен қорғайтын антиоксиданттарға бай. Теріні өлі жасушалардан тазартып, ылғалдандырып, әсерге ие бақбақтың косметологияда да қолданады. Күнделікті бақбақты пайдалансаңыз, бет терісі тазарып, жарқырай түседі. Оған қоса безеу, бөртпе, сыздауықтан да арыласыз. Бақбақ тамырының ұнтағы жараларды күйікті жазады. Бақбақ гүлдерінің қайнатпасы ұйқысыздық дертіне шалдыққандарға қан қысымының артуында қолданылады. Және де көп мөлшерде кездесетін магний жүйке жүйесін жүректе емдеп, қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Сонымен қатар артық салмақтың, цирроздың алдын алып, бауыр, асқазан ауруларын, дәрумен жетіспеушілігін емдейді. Бақбақ тәбетті арттырып, ас қорытуды да жақсартады. Бақбақтың кейбір түрлерінің тамыры каучуктан тұрады. Сондықтан бұл түрлерді бір кезде резеңке өндіру мақсатында да өсірген. Содан кейін каучук ағаштардан сығып алынды. Бірақ қазіргі кезде бақбақ шырынынан резеңке өнімдерін өндіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бақбақтың жапырақтарынан тосап та шарап та жасалынады. Бақбақтан құтылу оңайға соқпайды. Бұл өсімдік таңғаларлық регенерациялық қабілетке ие және тіпті түбір жүйесі бұзылса да, бұл гүлдер жылдам қалыпқа келе алады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде кофе тапшылығынан неміс әскерлеріне қуырылған бақбақ тамырын берген. Қуырылған бақбақ тамырынан дайындалған сусын қалыпты кофеге қатты ұқсайды. Дәстүрлі итальян асханасында бақбақтың әртүрлі тағамдарға ингредиент ретінде қосылып, кеңінен қолданылады. Италиядағы бақбақ тіпті дүкендерде де сатылады. Олар тағам әзірлеуде пайдалану үшін арнайы өсіреді. Бақбақ гүлінің бет терісін жұмсартып, тегістейтін, теріні ағартып, дәрумендермен байытатын, бөртпе, акне, пигментті дақтарға қарсы күресетін, солғын тартқан теріні балғын теріге айналдыратын, антиоксиданттық және тері қабынуларына қарсы күресіп токсиндерді шығаратын антибактериалдық әсері бар. Бұл мақсатта гүлдің сабағы, жапырағы, күлтелері, тамыры болсын, барлық бөлігін қолдана аласыз. Сепкіл не жас ұлғая келе пайдалы болатын дақтарды кетіру үшін әлі гүлі ашылмаған жас бақбақтың жапырақтары мен тамыр сабағын блендерден не ет тартқыштан өткізу арқылы майдалаңыз. Содан соң дәкеге орап сығу қажет. Осы алынған сығындаға мақта дөңгелекшелерін салып, бет терісін сүртіңіз. Құрғақ әрі босаң тартқан қартайған тері үшін бақбақтың бірнеше дана гүлін блендермен езіп, оған табиғи балғын йогурт, кішкене бал қосып, біркелкі масса болғанша араластырыңыз. Тазаланған бет терісіне жағып 25-30 минуттай ұстаңыз. Белгіленген уақыт өткен соң мақта дөңгелекшесімен бетті айналдыра массаж жасай отырып сүртіп тастау қажет. Соңына жылы сумен шаю жеткілікті. Теріні жарқырататын тоник жасау үшін бақбақ тамырын ыдысқа салып, батып тұратындай етіп су құйып қайнатыңыз. Бір қайнаған соң оттан алып, суытып сүзу қажет. Алынған сұйықтыққа қаласаңыз 2-3 тамшы шай ағашы майын қосуға болады. Табиғи тоникпен күнделікті мойынмен бетіңізді сүртіп жүрсеңіз, теріңіз күн сайын жарқырай түсетін болады. Бақбақтың сабағынан бөлінетін сүтті шырыны терідегі сүйел мен папилломаны кетіреді. Ол үшін күніне бірнеше рет жаңадан үзіп алынған сабақпен үстерінен сүртіп тұрса болғаны. Теріде пайда болған мозольдардың үстінен бақбақ сабағымен ысқылап сүртсе, немесе онымен компресс жасаса, қатты тері жұмсарып, оны алып тастау оңай болады. Бақбақтың сүтті шырының әсері күшті химиялық пилинг деп айтсақ та болады. Оны терінің дақ не сепкіл түскен тұстарына жағып, артынан сүт сарысуы немесе айранмен ысқыласаңыз, теріңіз айтарлықтай ағаратын болады. Бақбақ гүлін тіпті шаш күтімінде де қолдансаңыз болады. Егер күнделікті қолданатын болсаңыз, көп ұзамай түбірі бекіп, ұштануы азайып, қайызғақтан арыласыз. Бүгінгі сіздерге берер ақпаратым осындай. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.